Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге етпен жасалатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Бұл пирогтың жасалуы өте оңай әрі дәмді. Өлшеулі тұрған ұнымызды алып електен өткізіп аламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Онан кейін қатып тұрған сары майымызды алып, үккіштен осылай өткіземіз. Видеодағыдай. Ұнға осылай аунатып алып, өткізіп аламыз. Онан кейін осы сары майымызды, ұнымызды қолымен жақсылап араластырамыз. Қамыры песочный болып шығу қажет. Осылай жақсылап араластырып алып, бір келке етіп майымызды, ұнымызды. Онан кейін майонез қосып қамырымызды илейміз. Қамырдың басын біріктіріп, жақсылап қолымызбен бастырып, тұндырып қойып қоямыз. Пакетке салып. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Етімізді майдалап турап аламыз. Онан кейін картошкасын турап қоямыз. Пиязымызды тураймыз. Бәрін турап алып, татымына қарай тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, әртүрлі дәмдеуіштер салып, осылай араластырып, дайындап қойып қоямыз. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Тағы да бір бастырып алып, ұнды кішкене сеуіп, жақсылап жазамыз. Жазып формамызға салып, енді қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаямыз. Осылай формамызға салып, енді салмасын саламыз. Бір келке етіп салмасын салып аламыз. Онан кейін тағы қамырымызды жайып, бетіне жауып, жан-жағын бәрін қолымызбен бүріп аламыз. Енді сәндік үшін бетіне әртүрлі узорлар салсаңыздар болады. Бұл да әркімнің өз қалауы. Онан кейін жұмыртқаның сарысын сүтпен араластырып дайындап қоямыз. Оны алып жақсылап бетіне жағып шығамыз. Енді көкжөтімізді сеуіп, қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пісті, өте әдемі шықты, дәмді шықты.
міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен